Естеріңізде ма, бала күнде үлкен аталарымыз айтатын, семіз малдың азып, азғын малдың үзілетін, тозатын, үзілетін шағы ол көктем. Қыстан аман есен шығып, көктемге, көкшөпке ілінетін шағы деген сөзді мен аталарымыздан жас күнімізде, бала күнімізде ойнап жүргенімде көп естетімін. Сол бүгін мынау амал күніне, көктемнің көрісу күніне әдемі есіме түсіп тұр осы атамыздың әдемі сөздері. Мені бүгін құрметті қонақ ретінде, полиция қызметкері, ардагер ретінде, зейнеткерге шыққан менде әлі де ішкі істер департаментінен арнайы шақырту алып, зейнеткерлерді бас қосу амал күніне қонақ етіп құрметті фуршет, дастархан жайылып, өзіміз шай ішіп, бірге қызмет жасаған сәттерді еске алып, сондай әдемі қауышу күні болды таңғы 10-да. Кеше шақырту жіберген болатын, мен ол жерде басты қонақ екенімді білген жоқпын. Ойладым, үлкен іс-шара, көптің бірі болып, байқалмай да қалатын шығар, енді 5 минут кешігіп барсам, еш нәрсе етпейді деп ойлағам. Барсам бүткіл зал, Айсұлу ханым, председательдің өзі айтады, Айсұлу ханым, сізді күтіп отырмыз деп. Сосын тез-тез шешініп, қатарға қосылып, әдемі сондай бір кездесу болды. Осындай амал күні, кездесулер күні көп болсын. Болашақ қазіргі жасап жатқан, еңбек жасап жатқан полиция қызметкерлеріне әрине бізді үлгі еткізіп, үлгі тұтып, қаншама мысалдар келтіріп. Осындай қыстың күні, боранды күні жол полиция басқармасында 28 қыз болып, элиталық взводта жұмыс жасаған сәттерімізді еске алып, қыстың күні 35-40 градус суықта сіз далаға шықпайсыз ғой. 99 жылдан 2006-7 жылдарға дейін мен өзім жолда тұрып жұмыс жасадым. Жол полиция басқармасында. Қыздар, қыз-келіншектер взводында. Алланың берген денсаулығы, одан менің еш жерім кеміп қалған жоқ. Адал қызметімді атқардым. Халықтың алдында беделдімін, ардақтымын, ардагермін. Соның рахатына, ләззатына, зейнетіне бөленіп жүрген дәл қазіргі сәтім. Менің нелегальный орынбасарымсың. Рахмет мен. Ал халқымызға қызмет етуге, пенсияға шықсақ та дайынбыз. Айтыңыз, все ғой. Ардагер болсақ та, зейнеткер болсақ та, елімізге, халқымызға қызмет етуге дайынбыз. Ағасы, сізді бірден. Құрметті зейнеткерлер, құрметті қызмет жасап жүрген әріптестеріміз, барлықтарыңызға көп рахмет. Осы управлениенің сотрудниктарына барымын. Әке өзіме, Гүлмира өзіме көп рахмет. Бақыт начальник управление замдарына барына көп рахмет. Осылай біздің зейнеткерлердің барын басын қосып, осындай көрісу күні, амал мерекесі күні жинап, барлығымызге осындай жақсы құрмет, не көрсетіп жатқандарыңызға көп рахмет. Бақытты болыңыздар. Амал күні құтты болсын. Ардагерлермен қауышып жатырмыз, жүздесіп жатырмыз. Осы мекеменің басшыларына, департамент басшыларына көптен көп алғысымыз шексіз. Құшақ жая қарсы алып құттықтап жатсыздар, құрметті қонақ етіп жатсыздар. Амин. Құрметті ардагерлер, сіздерге рахмет. Осы амал күні біздің басқармаға келіп, жылы лебіздеріңізді білдіріп, амал күніне жиірек есіңіз әрдайым сіздерге ашық келіңіздер. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Әріптестерді, зейнеткерлерді, бәрінің отбасына жақсылық, аманшылық тілеймін. Амин. Айтқан тілектеріңізге мен де қосыламын. Бәрі жақсы. Амин. Көп сізге рахмет. Осылай келіп, бізбен танысып, біздің есігіміз әрдайым ашық. Осылай келіп тұрмыз. Ал құрметтілерім, әлі де болса біз ардагер болсақ та мемлекетімізге, отанымызға, халқымызға қызмет етуге дайын екенімізді бүгін тағы да бір сездірдік.